Қайырлы күн достар, бұл Менжикон білім арнасы, сіздермен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз бүйрек физиологиясын бастайтын боламыз. Алғашқы сабағымызда бүйректің негізгі құрылыс ерекшеліктерін сипаттап, негізгі физиологиялық қасиеттеріне тоқталып өтетін боламыз. Сонымен бүйрек, біз білетіндей, бүйрек бұл жай шығару жүйесінің ағзасы, жүп мүше құрсақ қуысының артқы қабырғасында ішпердеден тыс орналасқан ағза. Бүйректің шамамен орта салмағы 150 граммды құрайды, яғни әрбір бүйрек 150 граммды құрайды. Олардың көлемдері адам жұдырығымен шамалас деп айтады және пішінін үрмебұршақ тәрізді деп сипаттайды. Бүйректе біз оның латеральды және медиальды беттерін, алдыңғы және артқы қабырғасын, сонымен қатар жоғарғы және төменгі полюстерін ажырата аламыз. Қарасақ, бүйректің латеральды беті ол дөңес келген тегіс болып көрінеді, ал медиальды бетінде кішкене ішке қарай кіріңкі орналасқан бөлігі бар. Бұл бөлік бізде бүйрек қақпасы деп аталады. Қақпа деп аталу себебі бұл арқылы бүйрекке кейбір элементтер еніп жатыр, кейбір элементтер шығып жатыр. Бүйрек қақпасының элементтерінің жалпы саны олар 5. Олар бүйрек артериясы, бүйрек венасы, нервтер, лимфа ағымы және несеп ағар. Олардың 2-і бүйрекке қарай еніп жатыр. Олар бүйрек артериясы мен бүйректі нервтендіретін нерв ұштары. Ал 3 элемент ол бүйректен сыртқа шығып жатыр. Олар бүйрек венасы, бүйректің лимфа ағымы және несепті әрі қарай тасымалдайтын бүйректен ол несеп ағар. Осы бүйректің қақпасының элементтерін құрайды. Егер бүйректі біз фронтальды жастықта кесіп қарайтын болсақ, онда біз келесідей көрініс аламыз. Екінші сурет бұл бізде бүйректің ішкі құрылыс ерекшелігінің схемасы. Бұл жерде біз екі түрлі құрылым жүйесін бөліп ажырата аламыз. Олар бүйректің паренхимасы және табақшы, түбекші, тостағанша табақшы жүйесі болып табылады. Бүйректің паренхимасы бұл зәрді түзуге жауапты бүйректің бөлігі, ал тостағанша табақшы жүйесі бұл түзілген несепті әрі қарай несеп ағарға өткізетін бүйректің бөлімі. Тостағанша табақшы жүйесі бұл бүйректегі нервті, түзілген зәрді алдымен өзіне жинайды, одан кейін әрі қарай оны несеп ағарға өткізеді. Мұнда біз кішкентай тостағаншаларды, үлкен тостағаншаларды және бүйрек түбегін көреміз. Бұл құрылымда негізінен дәнекер-тінді құрылымдар болып келеді және қабырғасында жиырылғыш элементтер бар. Бұл жиырылғыш элементтер осы жердегі жиналған несепті әрі қарай несеп ағарға өткізу үшін қызмет атқарады, яғни жиырылып несепті әрі қарай айдайды. Ал бүйректің паренхимасына келетін болсақ, бүйрек паренхимасының өзінде біз оның екі қабатына ажыратамыз. Ол бүйректің қыртысты қабаты және бүйректің мыйлы қабаты. Қыртысты қабаты бұл сыртта орналасқан жұқа қабат, ал мыйлы қабаты бұл бүйректің ішіне, яғни ішке қарай орналасқан. Осы бүйректің мыйлы қабатында міне үшбұрыш тәрізді құрылымдарды көреміз. Бұл бүйректің пирамидалары деп аталады. Бұл пирамидалар бүйректің құрылымдық элементі нефрондар, нефрондардың жинақтаушы түтікшелерінен құралған құрылым болып табылады. Оның сыртқы жағы дөңестеу келген, ал ішкі жағы ол үшкілене келе кішкентай тостағанша қарай бағытталған. Яғни бұл жерде паренхимасына түзілген несептер алдымен осы түтікшелерге, кішкене түтікшелерге жинақталады. Бұл түтікшелер жинақталып келіп, осы пирамиданың ұшында емізікше бөлігінде ашылады. Олар кішкентай тостағаншаларға құйылады. Кішкентай тостағаншалардан несеп әрі қарай үлкен тостағаншаға түседі, одан түбекшелерге әрі қарай үлкен бүйректің түбегіне түседі. Бүйрек түбегіне жинақталған зәр әрі қарай несеп ағарға айдалады. Сонымен бүйректің құрылыс ерекшелігінде бұл паренхимасы, яғни негізгі қызмет атқаратын бөлігі бұл бүйректің паренхимасы несеп түзуге жауап береді. Мұндағы құрылым бөлік бізде нефрондар деп аталады. Яғни бүйрек паренхимасының құрылыс ерекшелігін түсіну үшін біз алдымен оның ең ұсақ құрылымдарын сипаттасақ. Бұл суретте көріп отқандарыңыздай, бұл нефронның негізгі құрылыс ерекшелігі. Басқа ағзаларға қарағанда бүйректе, мысалы жүректе алатын болса, жүректе біз ең кішкентай құрылым бөліктері кардиомиоцистер, жүрек жасушаларына ажыратыламыз. Бауырда гепатоцистер бар, жасуша құрылыс ерекшелігі. Бірақ бүйректе бұл бүйректің жасушалары емес, бүйректе жасушалардан түзілген негізгі құрылымдар бар. Яғни бұл нефрондар бұл бірнеше
эпителий жасушаларының жинақталуынан түзілген құрылым бірлік. Сол себепті де бүйректе біз оны нефрондардың деңгейінде қарастырамыз. Өйткені бұл физиологиялық тұрғыдан қызмет атқаратын бүйректе ең кішкентай құрылым бірлігі болып табылады. Так, сонымен бізде бұл нефрондар әрбір бүйректе орта есеппен 800 мыңнан миллионға дейін, яғни 1 миллионға дейін нефрондарды ажыратады. Әрбірсінде екі адамда, екі бүйректе шамамен 2 миллиондай нефрон бар. Дәл осы нефрондар бізде зәр шығаруға жауап беретін құрылым бірліктері. Нефрондарда біз оның капсуласын ажыратамыз. Автор бойынша бұл Боумен капсуласы деп аталады. Одан кейін проксималда иректелген түтікшелері, одан кейін генлі ілмегі, бұл генлі ілмегінің кеңейген бөлігі, одан кейін дистальды иректелген түтікшелері. Бұл дистальды иректелген түтікшелер әрі қарай жинақтаушы түтікшелерге жалғасады. Жинақтаушы түтікшелер бірнеше жинақтаушы түтікше бірігіп, ең соңында жинақтаушы түтікке жалғасады. Дәл осы бүйрек паренхимасында олардың орналасу деңгейі ол келесіде. Мысалы, бір бөлік дейік. Осы сызықтан төмен жоғары жатқан бөлігі осы бүйректің қыртысты қабаты. Қыртысты қабат, ал төмен жатқан бөлік бұл паренхиманың мыйлы қабаты. Дәл осы мыйлы қабатындағы орналасқан пирамидалардың негізін жинақтаушы түтіктер мен нефронның төмен жатқан генлі ілмегі және проксималды бөліктің соңғы иректелген түтікше бөлігі құрайды. Бұл бүйрек паренхимасында осы нефрондардың орналасу ерекшелігі. Мынау көріп тұрған қызыл бұл бүйректі қандандыратын артерияның ең соңғы тармақтары. Бүйрекке артерия тамыры кірген кезде ол ең бірінші сегменттік артерияларға жіктеледі. Бүйректің сегментарлық құрылысын еске түсіретін болса, бүйректі жалпы 5 сегмент ажыратады. Олар жоғары сегмент, төменгі сегмент, одан кейін алдыңғы сегменттің өзі екіге бөлінеді. Алдыңғы жоғары сегмент, алдыңғы төменгі сегмент. Ал артқы бөлігінде ол екіге бөлінбейді. Ол артындағы бір сегмент қана бар. Сонда алдында жоғары сегмент, алдыңғы жоғарғы, алдыңғы төменгі, төменгі және артқа осында 5 сегмент ажыратады. Сәйкесінше артерияда бұл жерде 5-ке тармақталады. Осы тармақталған артериялар бұл сегменттік артериялар болады. Сегменттік артериялар әрі қарай үлестік артерияларға жіктеледі. Бұл үлестік артериялар тостағаншалардың саны қанша болса, сонша құрайды. Бұл үлестік артериялар пирамидалы құрылымдарды келіп, бұл айналдыра орналасады. Сол себепті келесі тармақтар бұл айналма артериялар деп аталады. Айналма артериялардан үлесше аралық немесе үлесшелік артериола тармақтары шығады. Осы артериолалық үлесшелік артериолалар келіп тармақталып келіп, осы қан тамырды құрайды. Бұл Боумен капсуласына еніп жатқан бөлігі әкелуші артериола деп аталады. Әкелуші артериола. Ал тармақталып болып қайтадан шығып жатқан бұл әкетуші артериола. Яғни сәйкесінше бұл әкелуші артериола атына сай қанда әкеліп Боумен капсуласына тармақталады. Одан кейін ол болғаннан кейін шығып әкетуші тамырмен қан тамыры әрі қарай жылжиды. Дәл осы Боумен капсуласында бізде қанның фильтрациясы жүреді. Яғни қан өзіне керек емес заттардан, яғни бұл жалпы айтқанда сүзгі қызметін атқарады. Осы жерде қан сүзіледі, жартылай тазарған қан әкетуші артериоларымен сыртқа шығады. Кішкене алға жылжып кетеміз, яғни Боумен капсуласында бізде алғашқы несеп түзіледі. Алғашқы несеп. Бұл әрі қарайда түтікшелермен қозғалады.
бұл түтікшелермен қозғалған кезде бұл алғашқы несеп, бұл біз сыртқа шығаратын несеп емес әлі. Бұл алғашқы несеп екіншілік несепке ауысу керек. Ол екіншілік несеп бұл жинақтаушы түтікшелерде түзіледі. Екіншілік несеп. Бұл немесе нағыз несеп деп те атауға болады. Яғни бұл сыртқа шығатын біздің несебіміз. Алғашқы несеп кезінде бұл кейбір қоректік заттар да сүзгіден өтіп шығады. Ол сол қоректік заттар қайтадан бізде түтікшелерден сіңірілуі керек. Түтікшелерден мысалы қоректік заттар натрий, одан кейін глюкоза, сол амин қышқылдары, тағы сол сияқты басқа да микроэлементтер, кальций, магний секілді немесе қоректік заттар, ұсақ дисперсті белоктар, тағы сол сияқты суда еритін заттар, бұлардың барлығы қайтадан сіңірілуі керек, ағзаға керекті қоректік заттар. Немесе керісінше ағзаға керек емес, мысалы артық мөлшердегі калий немесе протондар, сутек иондары, бұлар керісінше түтікшелерден синтезделіп, түтікшенің қабырғасына синтезделеді, түтікшенің қуысына түседі. Осы бүкіл түтік бойында өңдеуден өткеннен кейін бізде жинақтаушы түтікшелерде екіншілік несеп жинақталады. Осы екіншілік несеп түтікшелермен төмен қарай қозғалып, пирамидалады түтікшелер бәрі жинақталып келеді, оның ұшында ашылады. Одан кейін екіншілік несеп алдымен кіші тостағаншаларда жинақталады, одан кейін үлкен тостағаншаларда, одан кейін түбекшелерде, одан кейін бүйрек түбегінде жинақталып, одан кейін әрі қарай несеп ағарға түседі. Жалпы зәр түзілудің схемасы осындай. Бұл әкелуші де, әкетуші де артериола, оларда әлі артерия қаны ағып жатыр. Артерия қаны келді. Мынау бізде бүйректің шумақшасы деп аталады, яғни қан тамырлардың шумағы, шумақталып келіп, осы жерден сүзгі өтті. Алғашқы несеп түзілді. Алғашқы несеп біз объемын түсіну үшін алғашқы несеп тәулігіне 180 литр түзіледі. Ал біз тәулігіне орта есеппен 1-1,5 литр зәрді сыртқа шығарамыз. Яғни бұл немесе біздің тәуліктік жұмсайтын ішетін сұйықтығымызға да байланысты. Енді ойлап қараңыздар, тәулігіне Бомен капсуласында алғашқы 150 литр несеп түзіледі. Бұл минутына мысалы 125 миллилитрді құрайды. Оны егер сағатқа айналдыратын болса, сағатына ол 7 литр, яғни тәулігіне ол шамамен 180 литрді құрайды екен. 7,5 литр и тәулігіне 180 литр. Яғни ол дегеніміз алғашқы несеп түзілді, бірақ алғашқы несептің көп бөлігі, егер салыстырып қарайтын болсақ, шамамен 98-99% бұл қайтадан сіңіріліп тұр. Тек қана 1% ғана сыртқа шығып отыр. Яғни 99% су болсын, құрамындағы басқа да қоректік заттар болсын, олардың барлығы қайтадан ағзаға сіңіріледі. Оны сіңіртетін бұл бізде әкетуші артериолалар. Әкетуші артериолалар олар Бомен капсуласынан шыққаннан кейін ағара кетіп қалмайды. Олар қайтадан келіп, түбекшелердің сыртынан тағы да тармақталып, бұларды қоршайды екен. И олардың арасында, егер осы жерде біз схематично қарайтын болсақ, мына бөлікті алайық. Бұл бөлікте мынау мысалы түтікшенің қуысы болсын. Түтікшенің қуысы болады. Ал мынау бізде әкетуші артериоланың тармақталған тамырлары. Екеуінің арасында бос қуыс бар, бұл бізде аралық тін деп аталады. Түтікшелердің қабырғасында бізде эпителий жасушалары бар. Ал қан тамырда білеміз, бізде оның ішінде эндотелий жасушалары болады. Мынау түтікшенің қуысымен бізде алғашқы несеп ағып бара жатыр еді. Оның құрамында натрий бар, қоректік заттар, глюкоза бар, амин қышқылдары бар. Олар бізге ағзаға керек заттар. Олар алғашқы сүзгіден олар өтіп кетсе, бірақ оны қайтадан ағза өзіне сіңіріп қалдыру керек. Сол кезде белгілі бір механизмдер, ол механизмдер біз алдағы сабақта қарастыратын боламыз. Ол қайтадан өзіне сіңіреді. Олар алдымен аралық тінге түседі, аралық тіннен әрі қарай олар қанға түседі. Содан қанға түсіп, олар қоректік заттарды ағза өзіне
қайтадан алып сақтап қалады. Дәл осы жерде тармақталған артериялар әрі қарап тармақталған венулаларға жалғасады. Осы венулалар келіп, дәл мынау артерияның қозғалысы қалай болды, соған керісінше қарама қарсы қозғалады. Яғни бұлардың бәрі жинақталып келіп, үлесші аралық венулаларға жалғасады. Олар жаңа айналма венулалар, одан үлестік веналар, сегменттік веналар. Дәл осылай әрі қарай бүйректің венасына барлығы жинақталып, қанды қайтадан бүйрекке шығарып алып кетеді. Сонымен тағы бір пысықтап өтетін болсақ, бұл жерде бүйректің негізгі құрылым бірлігі бұл нефрондар болып табылады. Әр бүйректе 1 миллионға дейін нефрон болады деп айттық. Бұл нефронның негізгі қызметі бұл зәр түзу және қоректік заттардың алмасуы, сыртқа шығарылуын реттеу. Бүйректің негізгі қызметі несеп шығару болса, осы несеп шығаруды атқаратын жасушалар немесе құрылым бірлігі бұл нефрондар болып табылды. Бұл нефрондар біз оның капсуласын ажыраттық. Бұл Боумен капсуласы деп аталады. Одан кейін проксималды түтікшелер еректелген, одан кейін генлі ілмегі, жіңішкерген бөлік, одан кейін дистальды еректелген түтікшелер, одан кейін олар жинақтаушы түтікшелер. Жинақтаушы түтікшелер бірігіп, әрі қарай үлкен жинақтаушы түтікке жалғасады. Бұлар бүйректің паренхима бөлігінде орналасқан. Бүйректің паренхима бөлігінде орналасқан және жинақтаушы түтікшелер, көптеген жинақтаушы түтіктер келіп жинақталып, бүйрек пирамидасын құрайды. Бүйрек пирамидасында осында бірнеше түтіктер бар. Сол себепті де егер оны анатомиялық препараттан қарайтын болсаңыздар, немесе анатомия атластарына қарайтын болсаңыздар, осындай тармақталған болып келеді. Осы тармақталу себебі ол осы жердегі түтікшелердің орналасуына байланысты. Олар ұшында пирамиданың емізікшесін, немесе пирамиданың ұшына жаратады. Осы жерде осы жинақтаушы түтіктер ашылады. Сол түтікшелерде түзілген жинақталған несеп тостағаншаға түседі, одан түбекшелерге түседі, одан кейін бүйрек түбегіне, ең үлкен кеңейген бөлігінде жинақталады. Әрі қарай несеп ағарға түседі, одан олар қуықта жинақталады, әрі қарай несеп шығарушы түтіктен сыртқа шығарылады. Жалпы құрылыс осындай болды. Боумен капсуласында бүйректі қанандыратын артерия келіп, бүйректің ішіне тармақталып келеді. Алдымен олар сегменттік артерия, одан кейін үлестік артерия, одан айналма артерия, одан үлесші аралық артерияларға жіктедік. Одан ең соңында бізде әкелуші артериолалар түсіреді. Әкелуші артериолалар, яғни қан тамырды әкелді. Боумен капсуласына енеді, олар бірнеше рет шумақталады. Сол себепті де бұны біз бүйрек шумақтары деп те атайды, немесе қан тамыр шумақтары. Осы жерде олар шумақталып, яғни капсуланың ішіндегі қан ағысын көбейтеді. Неғұрлым көп болса, қан тамыр шумақтары, яғни соғұрлым оның беті үлкен болады деген сөз. Сол себепті де бұл жерде соғұрлым қан көп айналым береді. Капсула арасында бұл жерде қан айналым жақсарады және қоректік заттар алмасу жақсарады. Мысалы, басқа клеткалардың ерекшелігі, мысалы, жүректің бұлшықеттері болсын, оны қандандыратын коронарлық тамырдың тармақтары. Бұл жерде зат алмасу, қан былай ағып жатыр, зат алмасу. Енді қан тамырдың ішінде қоректік заттардың барлығы, мысалы, көп бөлік өтпейді. Шамамен, мысалы, 5% өтеді дейік. Ал бұл жерде керісінше, мысалы, капсуланың беті, бірақ қан тамыр бұның ішінде бұлай еректеліп орналасқан. Яғни зат алмасу беті өте үлкен деген сөз. Шамамен бұл жерде келген қанның 22% алғашқы несептің құрамына өтеді екен. Яғни бүйректің қан айналымы, жалпы қан айналымының 22%-ын құрайды. Ол шамамен 1100 литр. Яғни жалпы адамда 5 литр қан бар деп есептесек, онда осының 1100 литрі, яғни 22% бұл бүйрекке келеді екен. Сәйкесінше көп қан айналым келеді, қанның көп бөлігі фильтрден өтеді деген сөз, сүзгіден өтеді. Бұл сүзгінің негізгі қызметі бізде зат алмасу процестері кезінде ағзада түзілетін соңғы қалдық өнімдер бар. Мысалы, ақуыздан алмасу кезінде соңғы өнім бұл бізде мочевина, яғни несепнар. Сонымен қатар бұлшықеттерде энергия алмасу кезінде креатинин түзілетін ең соңғы өнім. Мысалы, глюкоза қан алмасу кезінде
бұл жерде керек емес кетонды денелер түзіледі. Және де ағзада мысалы тағаммен егер артық түсіп кететін болса, натрий, калий секілді элементтер немесе қандай да бір қышқылдық сілтілік бұзылыстар кезінде, қышқыл немесе сілтілер артып кеткен кезде қанның буферлік жүйесінің элементтері бар. Бұлар протондар, яғни сутек иондар немесе гидрокарбонаттар. Яғни ағза өзіне керек емес заттардың суда еритін бөлігін осы бүйрек арқылы шығарады. Майда еритін заттар олар бізде бауырдағы өт арқылы шығады. Оны біліңіздер, яғни ағзада көптеген шығарушылар бар. Мысалы газ тәрізді заттар өкпе арқылы шығады, өт арқылы шығатын, мысалы ас қорыту жолдарында. Олар негізінде майда еритін заттар, ал бүйрек арқылы көбінесе суда еритін заттар шығады. Сонымен қатар дәрілер, дәрі-дәрмектер немесе қандай да бір ағзада улану болып жатқан кезде ауыр металл тұздарымен немесе дәрі-дәрмектермен немесе басқа да суда еритін химиялық қосылыстармен негізгі ауыртпалықты осы бізде бүйрек алады. Бүйрек арқылы олар сыртқа шығарылады. Сол себепті де егер мысалы суицид мақсатымен болсын немесе білмей бір дәрілік заттарды көп ішіп қойған кезде ол ағзаны күресу үшін бүйрек іске қосылады. Сәйкесінше ол мысалы зиян заттар қан тамыры арқылы бүйрекке түседі, бүйректің түтікшелерінің қабырғасына эпителий зақымдайды. Сонда ең бірінші кезекте зардап шегетін бұл басқа органдармен қатар ең көп ауыртпалықты бұл бүйрек өзіне алады. Содан көбінесе мысалы жедел бүйрек жетіспеушілігі дамуы мүмкін. Осындай құрылыс ерекшелігі бар. Қандануын айттық. Нервтеріне келетін болсақ, бүйрекке енетін нервтер бұл бүйректің паренхимасын емес, бұл тостағанша табақша жүйесінің нервтендіреді. Бүйректің паренхимасында нерв болмайды. Бірақ оның сыртында қоршап жатқан фиброзды дәнекер капсуласы бар, бүйрек капсуласы бар. Осы капсулада нерв ұштары бар. Егер бүйректе қандай да бір патология болып, мысалы қабыну аурулар кезінде бүйрек ісінеді, үлкейеді. Сол кезде ona капсула керіледі, ондағы нерв ұштары жаншылып, солай біз ауру сезімін сеземіз. А бүйректің паренхимасының өзінде бізде ауру сезімі сезетін, яғни нерв ұштары жоқ. Осыны айтып өткен жөн. Ал тостағанша табақша жүйесін нервтендіретін нервтер бұл жаңағы жәрді ары қарай айдайтын жасушаларды активтендіру үшін нервтер келіп нервтендіреді. Ол негізінен алғанда вегетативті жүйке жүйесінің тармақтары. Бұл жердегі ауру сезімі, мысалы бізде пиелонефрит деген ауру бар. Пиелонефрит ауруы бұл тостағанша табақша жүйесінің қабынуы. Осы кезде осы тостағанша табақша жүйесінде зәр іркілісі болуы мүмкін. Сол кезде тостағаншалардың қабырғасын кереді ғой, зәр іркіліп қалған зәр. Сол кезде ауру сезімін сезу үшін бүйректің қақпасы арқылы еніп жатқан нерв ұштары сезімтал болады екен. Ал паренхимасы зақымдалатын болса, онда тек қана ауру сезім біз бүйрек капсуласында орналасқан нерв ұштары арқылы сеземіз. Енді бүйректің негізгі физиологиялық қызметтеріне тоқталып өтетін болсақ, бүйректің негізгі физиологиялық қызметтері бұл келесіде. Ең бірінші кезекте бұл зат алмасу өнімдерін сыртқа шығару дейді. Оны жоғарыда да айтып өттік. Зат алмасу процестері кезінде түзілетін ағзаға керек емес соңғы өнімдер бар. Оны ауызекі тілде мысалы шлактар деп атайды. Зат алмасу өнімдері ол мочевина, креатинин, қалдық азот, кетон денелер секілді заттар. Олар ағза керек емес үшін. Осылардан ағза құтылу үшін ол бүйрек арқылы зәрмен сыртқа шығарады. Сонымен қатар дәрі ішкен кезде сол дәрілер суда еритін формада болса, онда осы бүйрек арқылы бізде сыртқа шығарылып отырады. Екінші кезекте бұл су электролит балансын реттеу дейді. Су электролит балансын реттеу, яғни бұл су түсінікті электролиттер бұл жаңа натрий, кальций, калий секілді иондарды айтып тұр. Олар ағзада белгілі бір нормада болу керек. Олардың шектеу нормасы бар. Натрий мысалы қандай 135-155 дедік, калий 3-5-5. Осындай белгілі бір мөлшер бар қанда. Осы қандағы мөлшер нормасын сақтап отыру керек. Егер олар азайып кетсе немесе төмендеп кетсе немесе жоғарылап кетсе, онда ол ағзада белгілі бір бұзылыстар алып келуі мүмкін. Мысалы натрий кезінде ол ісінулер дамиды, құрғақтану жасушалардың бүрісуі болуы мүмкін. Калий көбейіп кететін болса, онда ол жүректің аритмиясын алып келеді, немесе нерв ұштарында, нерв тамырларында қозудың бұзылу және әрбір жеке клеткаларда қозумен бізде әрекел потенциалы, мембраналы потенциалдар деген бар, солардың бұзылуына алып келеді. Соны нормада сақтап тұруға осы бізде бүйрек қызмет атқарады.
Үшінші кезекте ол артериялық қысымды бақылау. Артериялық қысымның нормасын сақтап тұруға бұл жүрекпен қатар бүйрек те негізі қызмет атқарады. Мысалы ағзада кейбір моменттерде болады, мысалы біз суды аз қабылдап қоямыз, немесе көп су бөліну болады, мысалы жазы күндері қатты терлеген кезде. Сол кездерде компенсаторлы механизм ретінде бүйрек жаңа су алмасуды реттеу арқылы артериялық қысымды да бақылап отырады екен. Яғни бүйрекпен мысалы термен көп бөлінетін болса, онда бүйрек пен зәрдің бөлінуі төмендейді деген сөз. Яғни жазы күндері зәр салыстырмалы түрде басқа сезондарға қарағанда аз бөлінеді екен, чем қабылдаған қарағанда. Мысалы біз 2 литр су қабылдайтын болсақ, басқа сезондарда қайтадан 2 литр ол зәрмен шығатын болса, ал жазы күндері мысалы оның 500 мл термен шығуы мүмкін. Өкпемен мысалы 200 мл шығуы мүмкін бу түрінде. Қалған сонда 1/3 бөлігі бізде бүйрек арқылы шығады. Осылай ол артериялық қан қысымын бақылап отырады. Сонымен қатар бүйректе артериялық қысымды бақылайтын бізде арнайы простагландиндер бар. Одан кейін бұлар қан тамыр кеңейткіш әсер көрсетеді. Мысалы азот оксиді деген секілді. Немесе керісінше қан қысымын жоғарылауға көмектесетін ангиотензин 2-нің синтезі. Ол бүйректің қатысуында оның синтезі жүзеге асады. Оны алдағы сабақтарда толық айтып өтетін боламыз. Әсіресе ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесіне арнайы сабақ арнаймыз, сол кезде айтып өтетін боламыз. Яғни бұл қазіргі білуіміз керек, бұл негізі қызметтерін атап өтсек, сол артериялық қысымды бақылауға қатысатынын біліп жүрсіңіздер қазірден. Одан кейін төртінші ол қышқылды сілтілі үйлесімділікті реттеу деп аталады. Қышқылды сілтілі үйлесімділік, егер бұл термин сізге бірінші рет естіліп тұрған болса, бұл яғни pH деп те кездеседі. Мысалы, бұл қанның pH-ы бар, көптеген сұйықтықтардың pH-ы бар. Бұл яғни қышқылдық көрсеткіш деп аталады. Бұл бізге не үшін керек? Қанда, мысалы қанның pH-ын қанда көптеген құрылымдар бар. Мысалы, белоктар бар, қан элементтері, эритроциттер, лейкоциттер бар. Одан кейін қанда көптеген қызмет атқаратын ферменттік жүйелер бар. Ол ферменттер белгілі бір pH-тың мөлшеріне, яғни қышқыл мен сілтіліктің белгілі бір үйлесімділігінде ғана активті қызмет атқарады. Егер pH өзгеріп кететін болса, онда олардың қызметтерін бұзылуына алып келуі мүмкін. Қанның мысалы pH-ы ол 7-36, 7-44-ті құрайды дейді орта есеппен. Ал соның кішкене ғана төмендеу немесе жоғарылауы бұл өте үлкен бұзылыстар алып келуі мүмкін ағзадан. Сол үйлесімділік белгілі бір мөлшерде сақталып тұру керек. Ол қышқылды және сілтілі құрылымдармен қамтамасыз етіледі. Оны біз буферлік жүйелер деп атаймыз. Оны бұйыртса гомеостазға сабақтар арналған кезде айтып өтетін боламыз. Егер өзіңізден оқығыңыз келсе, буферлік жүйелер туралы оқысаңыздар, сол бізде осы қышқылды сілтілі үйлесімділік туралы айтылады. Бұл жерде бізде көптеген қышқыл қалдықтары бар, гидрокарбонаттар, гидрофосфаттар секілді, одан кейін натрий, кальций, калий, сутек секілді иондар, бұларда қышқылды сілтілі үйлесімділіктің түзілуіне қатысады. Одан кейін бізде гемоглобинді және белокты буферлік жүйелер бар. Осы қышқылды сілтілі үйлесімділікті белгілі бір мөлшерде сақтап отыруға бүйрек үлкен қызмет атқарады. Оны да толық механизмдерін алдағы сабақта айтып өтетін боламыз. Қазір кішкене тоқталып өтетін болсақ, қышқылды сілтілі үйлесімділік бұл мысалы сіз тағаммен бірге мысалы көмір қышқылдарын көп қабылдап қоюыңыз мүмкін, немесе натрий иондарын көп қабылдап қоюыңыз мүмкін, немесе ағзада кейбір бұзылыстар, қант диабеті секілді бұзылыстар болатын болса, онда олар қант диабеті кезінде мысалы кетон денелері көп түзіліп кетеді. Кетон денелері сонымен қатар анаэробты гликолиз кезінде қышқыл лактаттар түзіліп кетеді. Бұлардың барлығы қышқыл болғандықтан қышқылдық жақтың артып кетуіне содан ацидоз дамуына алып келеді. Ацидоз бұл қышқылдық жаққа өзгеру деген сөз. Сонда кездерде бүйрек керісінше қышқылдық заттарды көптеп зәрмен шығару арқылы қышқылды сілтілі үйлесімділікті қайтадан теңестіруге қызмет атқарады. Ол бүйректің осы кезекті қызметі болып табылған. Осы жоғарғы төртеуін біз алдағы сабақтарда толық механизмдерін айтып өтетін боламыз. Ал соңғы үш қызметіне келетін болса, олар D3 витамин түзілу, эритрапоэз және глюкоза синтезі деп аталады. Бұларға енді тоқталып өтудің қажеттілігі бар. D3 витамин түзілуі, яғни D3 витаминінің ең соңғы активті формасы 1,25 дигидрокси D3 витамині. Яғни бұл ең соңғы активті формасы осы бүйректе орналасқан ферменттермен жүзеге асады. Бүйректің қатысында D3 витаминінің активті формасы түзіледі.
Оның механизмі керек десеңіздер, бұл каналда D витаминіне арналған лекция бар, сол жерде толық механизмі қарастырылып өтілген. Алтыншы бұл эритропоэзия, яғни эритроциттердің түзілуіне қатысу. Бүйрек жасушаларында эритропоэтин деп аталатын активті биологиялық белсенді зат түзіледі. Осы эритропоэтин қан ағысымен барып сүйектің қызыл кемігіне барады да, и ол жердегі эритроциттердің көптеп активті түрде синтезделуіне қатысады. Бұның синтезі бүйректе негізінен гипоксия арқылы активтеледі. Мысалы, бүйрек біз айттық, бұл анау зәр түзілуіне қатысады, қанның 22% бүйрекке келеді. Осы процесті активті жүру үшін өте үлкен АТФ энергиясы керек. АТФ энергиясына қажеттілік бұл бүйрек нефрондарында өте үлкен. Ал АТФ-ті ең көп беретін бізде білесіздер, ол аэробты гликолиз. Аэробты гликолиз осы АТФ-тің негізгі көзі болып табылады. Аэробты гликоза атайып тұрғанда ол оттектің қатысында жүреді. Егер қанның құрамындағы оттектің кішкене төмендеп қалатын болса, ол сразу бүйрек сезетсе, оған сезімтал болып келеді. И ол осы эритропоэтин синтезін активтейді. Қанға түседі, ары қарай сүйектің қызыл кемігіне барып, ол чтобы оттекті көп байланыстыратын эритроциттер болу үшін эритропоэзді активтейді. Ең соңғы қызметі бұл глюкоза синтезді, немесе глюконеогенез. Яғни басқа да өнімдері, соның ішінде амин қышқылдардан глюкозаның синтезі. Осы глюконеогенез деп аталады. Осы глюконеогенезді бізде бүйрек синтезге жүргізуге қабілетті. Бұл да ең бірінші кезекте ол оның энергияға өте үлкен қажеттілігінде болып отыр. Ағзадағы тамақтану төмендеп кеткен кезде бүйрекке энергия керек қой. Энергия субстрат ол негізінен глюкоза. Глюкоза егер бүйрекке аз түсетін болса, ол өзінің глюконеогенез, яғни глюкоза синтездеу процестерін іске қосады. Оның күші бауырдағы глюконеогенезбен шамалас деп айтады. Яғни өзін толық энергиямен қамтамасыз етуге белгілі бір уақытқа әрекет жасайды екен. Жалпы осындай 7 негізгі қызметін айтап өтсек болады. Жоғарыда айтқанымызда, осы алғашқы 4 механизмдерін біз келесі сабақтарда зәр шығарудың толық механизмін қарастырған кезде әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Бұл механизмдер сол кезде түсінікті болады. Ал әзірге сабағымызды, бүгінгі кезекті сабағымызды біз осы жерден аяқтаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.